Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және тыңдармандар. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы баланы адалдыққа тәрбиелеудегі ата-ананың жауапкершілігі. Баланы адалдыққа тәрбиелеу басты міндеттің бірі. Адалдық адамның басты міндеті деп білеміз. Бала адалдықты ең алдымен отбасынан және ата-анасының іс-әрекетінен үйренеді. Бүгін осы маңызды тақырыпты бірге талқылау үшін студиямызға мектебіміздің жетістікке толы, марапаты бар, жетістікке бірге жету мақсатында жүрген, өнегеге де ат салысып, баланың болашағын ойлап, адалдыққа тәрбиелеп жүрген ата-анамыз Садырбекова Дина Абдыхалыковнаны шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, рахмет. Бұндай маңызды тақырыпты талқылауға шақырғандарыңыз үшін қуаныштымын. Жақсы. Ұлы тұлғамыз Мұхтар Әуезов айтқандай, күшіңе сенбе, адал ісіңе сен демекші, адалдық күшпен сыналмайды. Алдымен адалдық сөзіне тоқталып кететін болсақ, баланы адалдық жолына салу үшін, адалдық үшін мағынасын тереңдеу білу қажет деп ойлайсыз ба? Иә, әрине, балаларымызды осы жетістіктерге, өнер жолында да, білім жолында да жетістіктері өте көп. Сондықтан да мен ойлаймын, ең біріншіден баланы қандай жетістікке болса да адал жолмен жетуге тәрбиелейміз. Соған орай үйде де айтып отырамыз, үйде қандай тәрбие болса, қоғамда да ол сондай тәрбиені көрсетеді. Иә, дұрыс айтасыз. Баланың іс-әрекеті мен мінез құлқы көбінесе ата-ананың тәрбиесіне байланысты қалыптасады. Көру, сезіну, күнделікті өмірде көріп жатқан тәрбиені бойына сіңдіру, практикалық жүзінде қабылдау болып тәрбиеленеді. Осының барлығы баланың дұрыс, адал өсуіне әсер етеді. Сонымен қатар баланың жетістіктері көп. Сол жетістіктері жолында сіздің ата-ананың рөлі қандай, қолдауы қандай жетістіктері бар, соны айта кетсеңіз. Осы адалдық жолында тигізетін пайдасы бар деп ойлайсыз ба? Осы жетістіктерді алған уақытта, баланың қуанған уақытта өзі менменшілдік қалыптасып кетпеуіне, адалдық жолына жүруге тигізетін әсері қалай, сіз әсеріне қарай тәрбиелейсіз? Әрине, баламның өнер жолындағы жетістіктері өте көп. Солардың бірі олар республикалық жеті-өнер жұлдыздар байқауы, шашу халықаралық байқауы, бабалар аманаты республикалық конкурсы. Осы конкурстарға қатыстық, және де білім жолындағы сайыстары ол Дарабос 2025 республикалық олимпиадасы, Кітап Тайм 2025 республикалық кітап фестивалі, Ақбота зияткерлік олимпиадасы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жобасына қатысып, сурет салған болатынбыз. Мен айтатыным, бұл жетістіктерге жету жолында балаларды адалдыққа тәрбиелейміз, және де жетістікке қатты масаттанбау, менмендікке бой бермеуді үйретеміз, қарапайым болу керек. Әрдайым ол жетістіктер алдағы жолда, оның өмір жолында үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Жақсы. Көп жағдайда балалар ата-анасына қарап өседі. Айту, есту, жасаған іс-әрекеттерге қарап өсетінін білеміз. Сіздің ойыңызша ата-ана жеке үлгілі болып, үлгі өнегесін көрсету жағдайында қандай болуы қажет? Өте маңызды. Егер ата-ана өтірік айтса, біреудің затын рұқсатсыз пайдаланса, оны бала қайталайды. Сондықтан да біз балаларға адал жүріп, адал тұруды маңызды деп тәрбиелейміз. Демек, балаға адалдықты үйретудің ең тиімді жолы ата-ананың жақсы тәрбиемен қатар адалдық іс-әрекетінің көрсетуі. Бар бойындағы жасыл қасиеттерді сіңіру ата-ананың қатысуына байланысты деп ойлайсыз?
Қазіргі заманға қиындықтар туралы айта кететін болсақ, қарқылаумен өседі, бала асылаумен өседі, таяқтау оңай, тәрбиелеу қиын деген сөз бар ата бабамызда. Қазіргі уақытта балалар интернет, әлеуметтік желілер арқылы көптеген түрлі ақпараттар алады. Бұл әрине біздің тәрбиемізге де әсер етіп жататын кездер болады. Осындай жағдайда адалдыққа тәрбиелеу кедергі бола алады деп ойлайсыз ба? Осындай түрлі әлеуметтік желіден оң немесе теріс қылықтарды балаға қаншалықты үйрету қиын деп ойлайсыз? Иә, дұрыс айтасыз. Бұндай қиындықтар әрине кездеседі, бірақ ата-ана балаға дұрыс бағдар беру керек. Баламен ашық сөйлесу керек, оның жақсы жаман жағын ажыратуға үйрету керек. Дұрыс айтасыз. Балаға тек теріс алу ғана емес, түсіндіру де өте маңызды болып табылады. Баланы адалдыққа тәрбиелеу үшін қандай кеңес берер едіңіз? Ең біріншіден енді мен айтарым, баламен ашық сөйлесу керек, оны жазаламау керек, түсіндіру керек. Шындықты айтқан үшін баланы жазалауға болмайды. Әр іс-әрекетімен адам бірінші ата-ана өзі үлгі көрсету керек. Әділдік пен жауапкершілікке үйрету керек. Және баланың сенімін жоғалтпау керек деп ойлаймын. Бұл өте пайдалы кеңес деп білемін. Шынында да сенім мен түсіністік тәрбиенің басты негізі деп айтуға болады. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз баланы адалдыққа тәрбиелеудегі ата-ананың рөлі туралы әңгімелестік. Бала адалдықты ең алдымен отбасынан үйренеді. Сондықтан ата-ана іс-әрекетімен үлгі болуы өте маңызды деп білеміз. Иә, әр ата-ана өз бала үшін жауапты. Сондықтан да біз балаларымызды адалдыққа тәрбиелеуіміз керек. Әр ісіне жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеуіміз керек. Және де олай тәрбиеленген бала, адал жолмен тәрбиеленген бала әрқашанда қоғамда да көптеген жетістіктерге жетеді. Осындай бала тәрбиесі жөніндегі сұхбатқа шақырғандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Және де осы алдымызда келе жатқан әз наурыз мейрамымен барлықтарыңызды құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, балаларымыз әрдайым білімді, өнерлі, ақылды, саналы ұрпақ тәрбиелеп, осылай адал жолмен жүруге нәсіп етсін. Барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Рахмет. Құрметті тыңдармандарымыз, бүгінгі подкастымызды осымен аяқталды. Уақытыңызды бөліп тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.